Бүгін біз 8-ші сыныптың энергияның өзгеруімен жүретін химиялық реакциялар тақырыбына зертханалық көрсетеміз. Ол жерде эндотермиялық және экзотермиялық реакциялар, эндотермиялық яғни жылуды сіңіре жүретін, экзотермия ол жылуды бөле жүретін. Соны біз бүгін қазір тексеретін боламыз. Бізге керекті құрал жабдықтарымыз, яғни өлшеуіш цилиндрлар, бізде бұл Нұрсезім ұстағыш, бұл бізде сынауықтар және реактивтер, сонымен бізге спирт шам керек және өлшеуіш стакан және сіріңке қажет болады. Олай болса кірісейік. Ең бірінші біз мына цилиндрге бізге керек, яғни натрий OH пен H хлорды 25 мл өлшеп алатын боламыз. Осы кезде қазір біз натрий гидроксидін құйып жатырмыз, яғни осы кезде біз қазір термометрмен ең алдымен өлшеп алатын боламыз. Мына бізде мынау натрий OH, ал мынау біздің өлшеп алғанымыз жаңа H хлор. Осыны мына термометрмен өлшейтін боламыз, Нұрсезім? Ең бірінші. Ең алдымен біз натрий гидроксидін өлшейтін боламыз. Егер де бірден реакция беретін болса, жоқ, бұл температура бізде өзгермеді, демек енді бірден үстіне мен қазір H хлорды құятын боламын. Сіз өлшейтін боласыз, Нұрсезім? Енді бірден өлшейміз. Бізде көріп тұрғандарындай міне жылу бөлініп жатыр. Термометрдің міне көрсетіп қойық. Бірден көтеріліп жатыр, әлі де 50 градустан тіпті 60 градусқа дейін көтерілді. Және бастапқы температура бізде ол 20 градус болғандықтан, міне қазір 50-60-қа дейін көтерілді. Жақсы. Бұл біздің бірінші жылу бөле жүретін реакциямыз болған. Енді екінші көшейік. Бізде, яғни мен алдында оқушымнан бөлек тұнба дайындап қойғам, бірақ қазір оқушым өзі дайындайтын болады. Бізде мынау купрум гидроксид тұнбасы. Ол үшін бізге купрум хлориді керек, және оған натрий гидроксидін қосу арқылы біз тұнба дайындап аламыз. Мына жерде купрум хлоридін қоса қой шамалы. Ол көкөмі. Енді осының үстіне натрий гидроксид қоса қой. Қандай тұнба шықты? Оны көріп тұрғандарыңыздай көк тұнба шығады. Енді осы тұнбаны біз былай қарай алып қояйық. Міне бізде мынандай спирт шам бар. Осыны қазір жандыратын боламыз және қыздыратын боламыз. Қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде сақтаймыз. Қазір бізде мынау құрғақ спирт шам, құрғақ. Осыны қауіпсіздік ережесін сақтап, отқа бірден ұстамаймыз. Оттың тек ұшына ғана осылай жылытатын боламыз. Енді реакцияны байқайық, қандай реакция бөлінетіні. Естаймыз. Біз бұған керісінше не беріп жатырмыз? Жылу беріп жатырмыз. Жаңа біздің бірінші реакциямызда жылу керісінше бөлінген, ал мұнада біз керісінше өзіне жылу беріп жатырмыз. Осыдан айтылған ғой, жылу сіңіре жүретін және бөле жүретін реакциялар деп. Міне, қандай реакция болып жатыр? Қайнап біздің тұнбамыздың түсі қалай өзгеріп жатыр? Қара Нұрсезім. Өзгерді. Біз қалай жабамыз дедім, өткенбіз, қауіпсіздік ережесін. Бірден жаппаймыз оны. Шетінен ғана апарып, бірден жабамыз.